Халқымыздың асыл маржан сөздерін талмай теріп, адам айтса нанғысыз, көздің жауын алатын, әшекей іспеті ұйқасы келіскен, мағынасы толысқан өлеңдердің иесі, ақын Абай атамыздың 175 жылдығына орай ойлы сөздерін жадымыздан шығармай, қайта жаңғыртуға себеп болып отырған Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбек ағамыздың жолдаған эстафетасын қуана қабыл аламын. Жастықтың оты жалындап, жас жүректе жанған шақ, талаптың аты арындап, әр қиынға салған шақ. Уайым аз, үміт көп, ет ауырмас бейнетке, бүгін ертен жетем деп, көңілге алған дәулетке. Қайратпен кіріп жалынбай, ақылмен тауып айласын, мен қалайға салынбай, жылы сөзбен жайнасын. Қайратқа сеніп қақтықпай, жазасын тауып жауласар, қатынша тілмен шаптықпай, майданға шықса жарасар. Жалыны қайтар дененің, үнемі тұрмас осы шақ. Талайғы кәрі дүниенің бір кетігін ұстап бақ. Өз кезегімде бұл эстафетаны жазушы, Қазақ франчайзинг ассоциациясының президенті және қоғамдық кеңес мүшесі Кисиков Бекнур Сейджанұлына, Алматы қаласының студенттік көңілділер мен тапқырлар бас лигасының директоры Сағынұлы Алмасқа, Семей қаласының Қазақ инновациялық, гуманитарлық заң университеті бойынша жастар ісі жөніндегі комитетінің төрағасы Абубакыр Мадлен Нұрланұлына және де еліміздің барлық волонтерларына жолдаймын.